Ассалаумағалейкум баршаңызға. Маған ырза боласың ғой. Азанмен тұрып мында шомылып ағасың ғой. Мынаны зор жасап қойыпты, не болса да ше. Тамаша шомылатын орын. Жуынатын жер. Мынаны вулканның тастарынан, лаваның тастарынан жасап қойыпты. Әжетхана. Бамбук. Зор жасап қойыпты, не болса да. Garden bathroom. Саябақша. Әжетхана, жуынатын орын. Осындай жалпы. Сол мына үйден шығып ары қарай түн жарымда аняқа тағы біреулер келген еді. Олар жаңа жарты сағат алдын шығып кетті. Шығатын уақыт негізі 10-да еді. Біз біраз уақытты созып шығып атырып қой қазір. Жаңбыр қатты жауып кетті, не болса да ше. Енді шығуға дайынбыз. Зор жер екен, не болса да. Мына жерден су көрінеді. Ona толқындар көрініп отыр ғой. Ауа райы быт-шыт болып тұр ғой. Маған да жұбайыма да ұнайды, не болса да мынандай ауа райы ше, жаңбыр, жылы жаңбыр ғой. Жел де жылы жел ше. Зор. Енді көрініс бұзылып тұрғаны болмаса, мынаяқта зор шомылатын жерлер бар еді негізі. Жартастан секіретін жер бар еді. Одан бөлек жасыл топырақты жағажай бар еді. Яқа мына көлік тұрағынан бір жарым сағаттық жүретін жол екен да. Мынандай ауа райда барудың қажет жоқ дейді мына өшердің иегесі, кешегі кісі. Барсаңдар болады дейді, бірақ енді ол соған арзый ма, арзымай ма, шомыласыңдар ма, шомыламайсыңдар ма. Қыстық деп мұғандай рейнкоут дейді. Жаңбырға арналған киімдерің болса баруға болады дейді. Бізде ондайдың рейнкоуттар жоқ, ондай заттарымыз. Сондықтан ары қарай жүретін сияқтымыз. Бір барып қайтамыз, бір көріп. Бірақ жүрмейміз да, ана жасыл топырақты, Green Sand Beach, жасыл топырақты жағажайға. Осындай. Дайынсың ба? Кеттік онда. Тамаша орын, тамаша жер. $165 жалға алдық қой. Кеттік. Рай. Ал мына төбеден көрінісі зор сияқты ғой. Отыр ғой. Ака, сау бол. Sit down. Ака. Ака. Көленкі, shadow, sit down. Қайыр. Келесінде келіп атсақ негізі осында міндетті түрде келу керек. Анау баласы 16 жаста балам бар деген. Осындай жағдайлар.
Mango. Amerika Құрама Штаттарының ең оңтүстік жағына жетіп келдік. Мұнда мынандай үңгір бар екен. Тамаша болып тұр ғой мына. Ауа райын еске алмасақ, ауа райы енді кішкене бұзып тұр. Мына кеп негізі шомланба деп ойлағам ғой. Мына аралардан секіріп. Секіруге арналған ғой. Мына жерге тұрып секіруге болады. Сосын анамен шығуға болады мына жаққа. 30 фит биіктік деді ғой. 30 фит 10 метр ғой. Зор екен мына секіргенге ше. Пай. Қазір тұрып секіріп кете сағын жеп жатыр. Бірақ енді мына толқындар қатты болып тұр ғой. Толқындар қатты болатқан кезде кеңес етпеймін деді ғой ана кісі. Қонған жеріміздегі үйдің егесі. Суда мұздай шығар мынандай ауа райымен. Мына жер бірақ зор екен не болса да. Ана жерден адам шыға ала ма екен ана суға? Судан қалай жетеді екен анаған? Сол түсініксіз болып тұрмаған. Тура суға дейін түсіп тұрған жоқ та мына тепе-тек ше. Тамаша екен не болса да. Зор екен. Америка Құрама Штаттарының ең оңтүстік нүктесі. Гавай аралдарының үлкен аралынан Island of Hawaii, the Big Island. Соның ең оңтүстік нүктесі. Не деген ғажап көрініс мынау. Тамаша болып тұр ғой. Зорай не болса да. Мына жерден де секіруге болады. Зор жасап қойған ғой мына жерді секіруге. Мына жерден енді зор екен. Мына жерден былай тастармен шығып кетуге болады былай. Тастардың өзі тепе-тек секілді екен да. Анау енді кәдімгідей суға жетпей тұрған адам шығамайды ау судан. Жете алмайды ау. Он метр биіктікке ұқсай ма? 10 метрге жетеді ғой негізі. 30 фит деді ғой. 20-30 фит деді. Ар жағында да бар екен. Тасбақа жүзіп жүр ғой бұл арада да. Гавай осы тасбақалармен әйгілі ғой негізі. Кез келген жерде тасбақа сатады, тасбақаның суреттерін, мүсіндерін.
Жаңбыр күшейіп жатыр. Осымен ары қарай сапарымызды жалғастырамыз ғой енді. Сұмдық жаңбыр жауып жатыр, сұмдық кәдімгі. Біз баратын жақта жол жабық болды бағана. Полиция қызметкерлері екі жақтан тұрып жол жауып қойған. Ар жағында су тасқыны болып жатыр деп. Шамалы сай жерлерде су көп жиналып қап, ар жағында өте алмай жатыр да көліктер. Сондай жағдай болып қалған бірнеше жерде біз баратын бағытта. Енді кері бағытта басқа жаққа кеше бір дүкенге барып кіріп анау-мынау алған едік, сол жаққа бара тұрамыз деп шешім қабылдағанбыз. Қатты алыс емес еді. Сол жаққа барып, сол жерде бір шағын кофе ішетін кафелер бар еді. Сол жерге барып кофе ішіп таңғы асты жеп дегендей. Таңғы ас болғанда қазір 12:40 болып кетті ғой уақыт. 12:40. Қиямет болып жатыр ғой, қиямет. Жаңбыр жауып жатыр. Тропикалық жаңбыр. Жылы негізі ше, жылы жаңбыр жаурамайсың. Ауа райы да зор болып тұр, шамамен 20 градус Цельсиямен болып тұр ғой. Осындай қызық жағдайларға ұшырап жатырық. Мынаның бәрі лаваның салдарынан пайда болған тастар ғой. Осындай жағдайлар. Кеше түнде мында кеп қонғанбыз. Осындан осы бөлмені жалға алғанбыз. Осы жердің иесі американдық жігіт, американдық шал ғой. Нью-Йорктан екен. Жұбайы жапониялық, жұбайы отыр. Жапонияда танысып 20 жыл болды. Жапонияда шамалы тұрып, сол жақта үйленіп, Гавай аралдарына көшіп келген екен. Бірақ ана кісі шал Гавай аралдарында одан алдын тұрып кеткен екен. Мында мынандай бөлмені жалға алып кеше түнде келдік. Мында тағы бір бөлмесі бар. Мындан көрініс бар екен. Мында тағы бір бөлме бар. Бұл жақта біреулер тұрып жатыр. Бұл жақта әжетхана. Әжетхананы осы 3 бөлмеде тұратындар бірге қолданады ғой. Тоқ жоқ еді, жарықтық кепті ғой. Мында асхана. Ортақ асхана ғой, ортақ әжетхана. Мында мынандай ортақ бір киім алатын бөлме. Кеше түнде келгенде сол жарықтық жоқ еді, тоқ жоқ еді. Бүгінде жоқ еді. Одан алдыңғы күнде жоқ деп атқан. Ауа быт болып атқан ғой, жаңбыр жауып. Қазір ауа ашылып, әдемі болып келе жатыр.
Мындай көрүнүш мында зор. Кайлуа Кона деген кала ғой. Бүгүн бизде 15 наурыз жексенбі 4:56 болду саат. Бүгүн негизи түнде 7:50 ушагымыз бар эди негизи. Ушуп кететін Денверге. Бірақ өкінішке орай ол ұшпайтын боп хабарлама жіберді ғой. Ауа райының кесірінен кеше алдың күні сұмдық жаңбыр жауып, кәдімгі сұмдық ауа райы болатын. Ол жаңбыр бірнеше күнге, келесі бір аптаға көрсетіп тұрған. Енді білмеймін, қазір өзгеріп кетті осы соңғы 2-3 сағатта. Сонымен бізге со Delta Airlines'тан алғамыз ғой. Нені? Ұшаққа билетті. Delta Airlines'тан алып, олар со тегін ауыстыруға мүмкіншілік берді. Соны бүгін тез ауыстырып алғанбыз 18-іне. Келесі ұшатын ұшақтар 18-іне деп көрсетті ғой. Сонымен 18-іне дейін мынаяқта қадалып қалдық қой. Басқа ұшақтардан, басқа әуе жолдарының ұшақтарын көрсек, жақын арада ұшатындары бүгін емес, ертең емес, 17-сі немесе 18-леріне ғой. Сосын бағалары тым қымбат, бағалары өте қымбат. Мына үй зор екен. Мына жағында тағы 2 бөлме бар. Мынау бір бөлмесі, анау екінші бөлмесі. Бұларда да ортақ өздерінің әжетханасы бар. Ауа райы енді ашылып әдемі болып келіп жатыр. Әдемі болып кетсе жақсы болушы еді. 18-іне ұшатын ұшағымыз 18-іне ұшса, құдай қаласа Денвер қаласына жетіп алатын. Мына жерде көрініс зор екен. Енді мына жердегі кісімен со келісіп алдық. Негізі кеше мына жер жалға алған кезде $150 еді. Booking.com арқылы ше. Бір бәле қылып айтары со хабарлама келді бізге мыняққа қайтып келуші. Келетін жолдарын көрсетіп. Бірақ негедір бұл кісі со қабылдамаған екен да, қабылдамағанда негедір болғанда со тоғы болмай, интернеті болмай қабылдамаған ғой. Бірақ біздің келетінімізді қабылдағанда, былай айтқанда білген. Сонымен бізге қоңырау шалған екен. Осындай бізде тоқ жоқ. Үйімізге келе бересіңдер ма, келмейсіңдер ма деп. Ол қоңырау шалған кезде біз естімегенбіз ба, алмағанбыз ба, тамақ жеп отқанбыз төмен жақта. Сонымен тамақ жеп болғаннан кейін сағат 8-де ма, 8:30-да ма келдік қой мұнда түнгі. Жаңбыр құйып атқан, енді айта алмаймын андай жаңбыр. Кеше күні бойы жаңбыр құйды ғой. Одан алдың күні түнде де жаңбыр құйды. Со жаңбырдың кесірінен білмеймін, біраз быт-шыт болып жатыр екен ғой мына осы аралдарда. Мына жерде вулкан қатты атқылап жатыр екен. 3 вулканның біреуі қайсы Келауэй ма, бір бәле деген вулкан. Сәл кішігірек вулканы. Сол кәдімгідей лаваны атқылап жатыр екен. Ол лава со ана Хило деген қалашыққа жақындау да. Шуақпен желі ана түтіні ұшып бара жатыр екен. Хилода жағдай нашарлау екен. Ана біз ұшып келген қалашық қой.
Ал мына жерден ұшып кететін болдық та біз. Көліктің со тапсыратын жерін өзгертіп. Енді көлікті де со 18-іне дейін ала тұрамыз ғой енді. Амал жоқ. Сонымен мына кісімен кеше түнде келіп қонғанымызға жарты бағасын есептепті да, сонымен бүгін ұшамайтын болған соң барып сөйлескен едік. Айып өзі енді біз сұрандық, біз енді осында тұра берейік сендермен деп, сендердің бөлмелеріңді жалға алып, ары қарай ана booking.com-сыз былай өзіңізге қолма-қол ақша беріп тұра берейік деген едік. Жарайды, жарты бағасына $150 беріп атқан жерден жарты бағасын айтып $75 4 түнге ала беріңдер деді ғой. Сонымен $300 қолма-қол ақша берді, сонымен 18-іне дейін осында боламыз. Бірақ ол уақытта тоқ жоқ еді. Тоқ қашан келетінін білмейтін еді ешкім. Тоқ енді қазір тоқ келді. Мынаяқта да біреулер тұрады. Тоқ кеп тұрды, енді білмеймін не дейтін. Іштеме демеу керек негізі. Өзімізді енді молдалдап атқанбыз, ол да айтып атқан тоқ кеп қалатын шығар бәлкім деп. Осындай жағдайлар. Енді біз барып тамақтанып келейін деп жатырық бір жерге барып. Бүгінгі күн жай жатыспен өтті ғой. Осында үйде болумен өтті ғой. Өздері ана үйде тұрады. Өзі, қатыны, сосын бір қызы бар ма, сондай қызы ұяқ-бұяқты жинастырып етіп жүр. Ана үйде тұрады. Осындай жағдайлар. Енді 18-іне ауа райы дұрыс болып, 18-іне ұшақтар ұшып кеп, уақытылы ұшып кетсек жақсы болады. Жақсы болушы еді, енді соған үміттенеміз. Негізі мынаяқта қадалып қалатын, мынаяқта бүйтіп осындай күтілмеген жағдайлар болып қалады деп мүлдем басқада кіріп шықпады. Мына кісі айтады, өмірімде бұндай дауылды, кешегідей жаңбырды, бүгінгідей жаңбырларды көрмегем дейді. Сосын 2 күндеп, 3 күндеп жарықтық болмай, тоқ болмай, ондай жағдайлар мүлдем болмаған еді дейді. Оның көршісі мына жерде біреу. Мен 50-ші жылдан бері, туылғаннан бері 50-ші жылдар туылған екен. 50-ші жылдардан бері бұндай жағдай көрмегем, бұндай жағдайға куә болмағам деп айтып отыр. Сосын жаңалықтарды да ақтарып көрсек, 1951 жылда осындай секілді жаңбыр шашындар болған екен да, дауылдар. Одан бері қарай 75 жыл бойы бұндай жағдайлар болмаған екен. Биыл осы кезеңде болып тұр екен ғой. Соңғы бір апта ішінде осындай жаман жағдайлар болып тұр ғой. Кауай аралында басталды, сосын Оахуда болды. Біз Оахудан ұшып кеттік та, сияқта быт жағдайлар басталды. Сосын осы жаққа жетіп келдік, сосын Мауида болды, сосын осы аралға да жетіп келдік. Бұл аралда тағы да вулкан атқылап нетіп жатыр. Осындай жағдайлар. Сосын ана ұшып атқан ұшақтар бір United Airlines деген әуе жолдарының ұшақтары ертең аргүні ұшып жатыр екен, бірақ бағалар кәдімгідей 1000, 1500, 2000. Біз алған ұшақтың бағасы $290 алған едік қой. $580 шыққан еді 2 адамға. О жерден ұшып Солт-Лейк-Ситиге, Солт-Лейк-Ситиде 2 сағат ұшақ ауыстыру, сосын Солт-Лейк-Ситиден Денверге 1 сағаттық жол. Сонымен 9,5 сағатта Денверге жету керек тұғымыз. Бүгін
Кешкі мынаяқтағы уақытпен 7:30-да ұшып, ертеңгі азанғы 9-да Денверге жету керек тұғымыз. Денвер мен осы жердің уақыт айырмашылығы 4 сағат. 4 сағат немесе 3 сағат жаңылыспасам. Сондай жағдайлар. Көреміз енді қалай болатынын. Үміттенеміз енді дұрыс ауа райы болады деп. Лос-Анджелеспен 3 сағат қой, Денвермен 4 сағат қой, айырмашылық. Денвер 4 сағат алдыда, мынаяқтан 7:30-да ұшқан кезде Денвердің уақыты сонда 10:30, 9:30 сағатта ма сол жетесін деп тұрған еді. Енді бірақ ол жоспар болмайтын болды енді. Енді 18 күні түнгі 10:30-да ұшып, Лос-Анджелес арқылы ұшатын болдық қой. Лос-Анджелесқа дейін 6 сағат ұшады. Лос-Анджелеста 2,5 сағат ұшақ ауыстыру. Сосын Лос-Анджелестен Денверге тағы 2 сағат па, 2,5 сағат ұшады. Сонымен 11 сағаттық жол болады бұйырса. 10 сағаттық жол ма? Бірақ соны тегін ауыстырып бергендеріне Құдайға шүкір әйтеуір. Дельта әуе жолдары. Бұндай енді мына жерде көбірек ақша төлегеніміз болып тұр. Көлікті өзімізге қалдырып, сол көлікке де көбірек ақша, көлікті бір рет ауыстырғанбыз ғой. Негізі кеше көлікті тапсырып 14-не Хило қаласында кеше ұшып кетеміз ба деп жоспарлап атқанбыз ғой. Негізі көлікті 3 күнге алғанбыз. 3 күнге алған құны $260 ма болған еді. Сонымен тағы да бір күн қосып көлікті тастап кететін қалашықты ауыстырдық. Осы Конадан тастайтын болған еді. Оған тағы да $190 қосып $450 болып кетіп жатыр еді. Енді тағы да 3 күн қосатынымыз бар. Әлі оны қоспадық, бірақ әлі ойланып отырмыз. Бүгін сол 6:30-ға дейін тапсыру керек едік та, жоспар бойынша. Қазір сағат 5:08. Көреміз ғой, тапсырмайтын шығармыз. Өйткені көлік керек ары бері жүргенге. Оған бүйтіп веб-сайттарынан қарағанда тағы да $250 ма қосылады деп жатқан сол. Бастапқыда сол 3 күнге алған едік қой, $260 сол шамада қосылады. Күніне $65, бірақ салығы бар, анауы бар, мынауы бар, бір бәле, шыр бәле, сондайлар қосылады ғой. Не деген өсімдіктер мынандай. Мына ауа райы ашылып дұрыс болады деген үміттеміз енді. Көреміз. Соңғы 2 сағат енді тәуір болып тұр. Кеше бірақ енді айта алмаймын. Кәдімгідей біз баратын Хило жаққа баратқан едік қой, жол жабық болып, онымен мына жаққа, мына бағытқа бұрылып, мына жаққа келіп, мына жаққа әйтеуір аман-есен келіп алдық әйтеуір. Әйтпесе бірақ жаңбыр, жел кәдімгідей қатты ұрып жатты. Мына аралда өзі 200 мың халық тұрады ғой. Сол жаңалықтар бойынша кеше алдың күндері 100 мыңға жуық үйлерде жарықтық жоқ деген хабарлама келіп жатты ғой, жаңалықтарда көрсек. Осындай енді қала жаққа барып тамақтанып қайтайық, көрейік жағдайды жақта. Осындай жағдайсы енді 3 күн тағы да бүгін, ертең 16-сы, 17-сы, 18-і 3 күн толығымен жүреміз ғой. Ертең 16-сы, 17-сы, 18-і бүгінгі күн енді кеш болып жатыр ғой. Бүгінгі күнді санамағанда әлі толығымен 3 күн болатын болып жатыр. Осындай енді, осындай жағдайға ұшырап қалдық.